Мен сіздерге өзім бүгін қандай сезімде болғанымды айтқым келіп тұр. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Миссис Бомбит алған кезде прям қатты қуандым, білесіздер ма? Кәдімгідей бір үлкен бір арман орындалғандай болды. Сезім енді күшті болды. Бірақ мен одан кейінгі бәріміз марапаттады, ортада тұрдық. Именно жабылды, кейін қайттан ашылды ғой. Содан кейін мен сіздерге осын почему-то айтқым келіп тұр, мен бөліскім келіп тұр да. И айтпасам тоже болмайтын сияқты. Менде, по идее, андай паника болды сәл. Потому что жан-жағыма қарап балаларымды істедім сразу. Сонымен олар сыртқа шығып кеткен. Сосын кіре алмай қалды да обратно. Очередь болып тұр, анау-мынау болып тұр деп звондаймын телефондарына. Потом қызының нянясы бар енді. Сонымен бері қарай кіре алмай біраз тұрып қалды. Сол кездегі мен чувством жалғыз қалып кеткендегі. Сіздерге жеткізе алмаймын айтып. Отқан күшті әрине оған. Ол сезім бөлек. Бірақ сен бағанда бері түсінбедім да, менде бір или өзім мойындамай тұрдым ба. Бір чувство болып тұрды да, какой-то бір басқаша. Отқаныма қуанып тұрмын, сонда да бірдеңе бір жетіспей тұрма, сондай болып тұр. Сосын үйге келіп ойланып қарасам, сол нәрсе екен. Постоянно менде сондай моменттерде жалғыздық сезіледі қатты. Енді көрдім да, біреусінің ата-анасы келіп жатыр, біреусінің бауыры, ағасы, сіңлісі, басқа да деген сияқты. Маған қатты обидно болды, шыны керек. И сонымен паникамен баламды іздеп бердім. Няняма қайта-қайта звондаймын. Өтініш кіріңдерші дедер. Срочно балаларымды құшақтауым керек. По идее, шыққаннан кейін де асықпай көре алатын ем да балаларымды. В моменте, эмоция менде жақын адамның жетіспей тұрғаны болды. Бірақ дегенмен де таң қалғаным, мен оқырмандарым кәдімгідей күшті тілектер жазып жатыр. Соны ойланып отырмын, қолдаушыларым келіп, гүлдерін беріп жатыр. Вроде бы внимание жетпей тұр емес, жетіп тұр, себебі қолдаушыларым гүлді беріп жатыр. Бірінен кейін бірі келіп құшақтап сүйіп, үлкен апа деген тілегін айтып маған, мені жақсы көретін бәрін айтып жатыр. Бірақ сонда да мына жақта бірдеңе жетіспей тұр да. Сонымен осылай бір жылап алсам, кішкене жіберетін шығармын. Себебі мынау жас көз жасым прям автоматом келді, білесіздер ма? И оны сіздерге мен айтқым келді. Себебі сіздерден, мен уже сіздерге жақын болып кеттім, шынымен де. Потому что сіздерге бірдеңе айтам. Айтсам да, айтпасам да, күшті тілектер, жылы сөздер, күшті тілектер сіздерден естіп жатам. Рахмет сіздердің бар болғандарыңызға. Сіздермен бөлісіп жатам. Негізі айналамда бөлісетін адамдар өте көп. Қазір өміріме жаңадан адамдар келіп жатыр. Құдайға шүкір. Осы ұйымдастырып жатқан кісілердің өзін кәдімгі кездестіргеніме Құдайға шүкір. Қатты қуанам, себебі оны сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сол жылап бастап күліп аяқтағаным ше. Атак негізі қатты қуаныштым. Бүгін күнім мен үшін бір ең керемет күн болды. Ең сәтті күн, керемет күн. Алдыда одан да керемет күндер күтіп тұрғанына сенімдімін. Сол үшін сіздерге де рахмет. Менімен бірге болып жатқандарыңызға, қолдап жатқандарыңызға, барынша жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді жазып жатқандарыңызға мың алғыс. Сіздерді жақсы көремін.